Әйеліне жақсы қараған еркек подкаблучник емес, әлсіз емес, чорт емес, қатын жанды қатынның айтқанынан шықпайды деген нәрсе емес. Ол нағыз мықты еркек, ақылды еркек, дана еркек, әйел жанын түсіне алатын, әйелмен санаспайтын, көп жағдайда сөзден жеңілетін. Ал әлсіз еркек, ақымақ еркек, әйеліне күш көрсететін, дауыс көтеретін, санасатын, ұрсатын, манипуляция жасайтын, әйелді төмендететін, сол нәрсені еркектік, мықты еркек деп ойлап жүргендер бар. Сондайдың кесірінен қаншама отбасылар бұзылып жатыр. Еркектік міндетімізді жасай алмай, еркектік мінезімізді, салмақтылығымызды, ақылымызды, табиғатымызды жасай алмай, сондай әлсіз еркектердің сөзіне еріп кетіп жатырмыз. Немесе нәпсімізге беріліп, шайтаннан жеңіліп жатырмыз. Міне соның нәтижесі қазір екінің бірі ажырасып, ажырасудан екінші орынға шыққанымыз. Шайтан арман мақсатына жетіп жатыр. Оған әйелдерді кінәлай бергеннен ешқандай пайда жоқ. Біз дұрыс болсақ, біз еркектер сол еркектікті жасай алсақ, міне сол кезде көптеген ажырасудың, отбасылық проблеманың алдын аламыз. Міне сол кезде еркектер мықты болады, дамиды, өседі, өнеді, еліміз өркендейді, көркейеді. Сол нәрсеге жұмыс жасау керек. Сол нәрсені көп насихаттау керек.